Сәлем достар, бүгін құрақтың осы түрін тігіп көрсетемін. Ал келесі видеода осы құрақтың түрін көрсететін боламын. Бірінші ақ шыт матасын алып аламыз. Ол бізде мына құрақ түрі 12-де 12. Міне, 12-де 12. Ал одан үлкенде болу керек ақ шыт матамыз. Міне, 14. 14 қылып аламыз. Мына жағы да 14 болады. Енді бұның ортасын белгілеп алуымыз керек біз. Ол үшін біз мына бұрыш мен бұрышыны осындай линейка жақсы сызуға, лентаға да керек бұл. Бұлай белгілеп аламыз. Тігінді енді үйреніп жатқан қыздар үшін өте оңай. Міне, ортасын белгілеп алдым. Бізге керегі енді ортасына осындай 4 бұрыш қоямыз. Ол 4-те 4 болады. Міне. 4-те 4. Тағы да бізге екі түрлі лента керек. Мына ортада тұрады. Менің тігіп жатқаным осындай ақ лента. Сосын міне тағы да екі лента. Бізге керегі осы екі лента. Біздің лентамыздың ені 3 сантиметр болады. Ал енді тігіп бастаймыз. Мына ортадағы 4 бұрышты тігіп аламыз. Лентамызды тігеміз. Түгіні қараймыз, түгі төменге қарап тұру керек.
Енді шетін қиып тастаймыз, мынандай лишний артық жерлейін. Осымен құрағымыз дайын болды.